Ана қазақта бір жақсы сөз бар. Соқыр тауыққа бәрі бидай деген. Анау сауаты жоқ адамға бәрі хадис, бәрі аят. Қазір анау бауырларымыздың Құраны да, хадисі да Ділмұрат Назратулла болып кетті ғой. Олар ғана Құранда келген, хадисте келген деп айтудың қажеті жоқ. Сен Ділмұратың айтты ғой, Назратуллаң айтты ғой, дарының айтты деу керек оларға. Олардың қыбыласы сол. Кейде ана имамдарымыз өтініш жасап атады ғой, ойбай, фатихадан кейін амин іштен айт деп жатады. Жоқ, олай талап етпеу керек. Құрметті бауырлар, сендерге Ділмұрат іштен айт деп жатыр десең, сонда іштен айтады да олар. Құрметті бауырлар, анау Назратулла Құдайды аспанда деп атыр, сендер солай деп алыңдар, солай алады. Айтады, ой, сендер жаңағы мешітке кірмендер, ұстаздардың уағызын тыңдамадар, шубха кіріп кетеді. Иә, кіріп кетеді дейді. Сөйтіп құлақтарын бітеп алады. Құран керек жоқ оларға, хадис керек жоқ. Анау Абу Ханифа, имам Тахауи, имам Матуридилардың сөзі керек емес оларға. Олардың қыбыласы да сол Ділмұраттарында. Қазір фитна жасама, аминді іштен айт деп айтады, солар кеп хадистай ананы қабылдап жүреді да сөзін. Сен хадиспен жүретін қайда? Сен Ділмұраттың сөзін алып қапсың ғой. Қазір фитна керек жоқ, тыныштық керек, сондықтан сендер қазір аминді іштен айтыңдар, о бишарлар іштен айтып жүреді. Сен хадис айтқанда тоқтамаған едің ғой. Сен біреудің сөзіне тоқтап атсың. Хадисің қайда қалды сенің? Абу Ханифа айтты десең, Абу Ханифа адам баласы ғой дейді да. А сен не, Ділмұратың пеште ме? Көрдіңіз, бұл надандық бұл. Күлеміз ғой, бұл надандық. Өкінішке орай. Кезінде батыр сипатын берген кіші жүздің небір жігіттері сол тәжік пен өзбектің соңында жүр ғой. Солардың күшігі бұл. Намыс болу керек қазақта.